Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Аружан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі жұмсақ болып шығатын әдемі пончиктердің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Сіздерге де қызықты болады деген ойдамын. Мені жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп өтуді ұмытпаңыз. Жұмсақ пончикті жасау үшін бізге міндетті түрде електен өткізілген ұн, жұмыртқа, ертілген сары май, ашытқы, тұз, қант және де жылы сүтіміз қажет болады. Алдымен жылы сүтке жұмыртқаны, сары майды, ашытқыны, қант пен тұзымызды салып, барлығы толықтай ерігенше миксермен, болмаған жағдайда осылай қолымызбен араластырып, барлығын толық ерітіп аламыз. Дайын болған массамыздың үстіне ұнды екіге бөле отырып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Пончиктің құрамына кіретін ингредиенттерімізді міндетті түрде бөлме температурасында 1 сағатқа алдын ала жылытып алыңыздар. Сонда ғана біздің пончиктеріміз жұмсақ болып пісіп, биік болып көтеріліп шығады. Осылай қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамырды қатты етіп қоймаңыздар. Біздің қамырымыз жұмсақ әрі тыңдағыш болып шығуы керек. Осылай ұнымыздың басы біріккенше иілеп, жұмсақ қамыр жасап, дайын болған соң бетін жауып, жарты сағатқа немесе 1 сағатқа жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Осы орайда сіздерге бір лайфхак ұсынғым келеді. Егер де сіздерге қонақ келіп асығыс болған жағдайда қамырды көтерілу үшін духовкаға 20 градусқа қалдырыңыз. Сонда біздің қамырымыз тез әрі жылдам көтеріліп шығады. Менің қамырым осылай жарты сағаттың ішінде керемет болып көтеріліп шықты. Енді қолымызбен қатты басып алмай, жинап дөңгелек етіп аламыз. Алдымен осылай қолымыздың алақанның көмегімен жая отырып, дөңгелек пішінге келтіреміз. Содан соң оқтаудың көмегімен жаямыз. Осылай оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Пончиктің қамыры бауырсақтың қамырына қарағанда қалыңдау болып жайылады. Сол себепті видеоның соңында мен ұсынған қалыңдықты жайсаңыз, сіздің пончигіңіз биік болып, жақсы нәтиже беретін болады. Міне достар, біздің қамыр жайылып дайын болып қалды. Осындай қалыңдықта жаюға кеңес етемін. Және де дайын болған қамырымызды осындай шеңбер тәрізді ыдыстармен немесе арнайы дөңгелек болса солай ойып алсаңыз болады. Және де осындай кондитерский насадканың дөңгелек бойымен ортасынан тағы да ізін ойып аламыз. Достар, мен сіздерге ұсынып жүрген рецепттер көңілдеріңізден шықса, видеоға лүпіл басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің жазған әрбір пікірлеріңіз бен басқан лүпілдеріңіз мен үшін өте маңызды. Сол себепті видеоның астындағы поделиться батырмасын басып, өздеріңіздің достарыңызға жіберіп, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Менде арнайы кондитерлік дөңгелек пішінде формалар болмағандықтан, осындай шай жейтін кесенің дөңгелек бойымен ойып алдым. Ортасындағы дөңгелек кішкентай шеңберді насадканың көмегімен ойып алсаңыздар болады. Артылған қамырды тағы да зола жасап, бетін жауып қойсаңыздар, тағы да көтеріліп, бірнеше пончик шығара аласыздар. Дайын болған пончиктерді бір жаққа қоя отырып, бетін осылай жарты сағатқа көтерілгенше жауып қалдырыңыздар. Осы уақытта майымызды қыздырып, пісіруді бастаймыз. Қызып тұрған майымызға пончиктердің екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Осылай қызып тұрған майға пісіріп алсаңыздар, біздің пончиктеріміз одан әрі көтеріліп, биік болып пісіп шығады. Достар, алдағы уақытта сіздермен осы каналымда осындай тәттілердің, салаттардың, тағамдар мен торттардың рецептермен бөлісетін боламын. Мені жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.
Осы видеода мен ешқандай монтаж жасамадым. Мұқият қарап отырған болсаңыздар, біздің пончиктеріміз қызарып бастады. Толықтай қызарып піскен кезде екінші бетіне аударып тағы да пісіріп аламыз. Үйіміздегі кішкентай балаларға қызықты болғандықтан пончиктің ортасынан ойып алған кішкентай қалдықтарды да осылай майға екі жағын қызарғанша қуырып пісіріп алдым. Міне достар, менің пончиктерім осылай қызарып пісіп шықты. Сіздерге де осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Іші де толықтай пісіп, биік болып көтеріліп шығады. Енді осы пончиктерімізге шоколадты ганашты дайындауға кірісеміз. Шоколадты ганашты мен осылай газға ертіп жасадым. Сіздер водяной баняға жасасаңыздар да болады, немесе қысқа толқынды пешке ертіп алсаңыздар да болады. 80 грамм сары майды ертіп алып, үстінен 100 грамм шоколадты салып, барлығын толықтай ертеміз. Біздің ганашымыз барлығы толықтай еріп, осындай сұйық күйге енуі керек. Осындай сұйық ганашымызды қатырып алмай, суыған пончиктерді малып, оларды әрлеуге кірісеміз. Мен ганаштың бетін осындай конфеттермен безендіріп шықтым, ал сіз өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Достар, пончиктерді тек қана қара шоколадпен емес, қызыл және де ақ шоколадтармен де дайындауға болады. Және де дәл менікіндей конфеттердің болуы міндетті емес, өз қалауыңызша түрлі жаңғақтармен де әрлесеңіздер болады. Пончиктеріңіз осылай жартысына дейін ганашқа малынып шықсын десеңіздер, сұйық ганашыңызды осы видеодағындай тереңдеп ыдысқа құйыңыздар. Міне достар, осылайша менің пончиктерім толықтай дайын болды. Өз қалауларыңызша әрлесеңіздер, безендірсеңіздер болады. Мен жаңғақпен және де қатқан ганаштың бетіне тағы да шоколадты ганаш жүргізу арқылы безендірдім. Іші де толықтай пісіп шығатын пончикті осы рецепт бойынша жасауға кеңес етемін. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін көп рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Аружан.